Жүдір, 2 минутың бар әлі. Баста дегенде бастады. Тоқтай тұр. Армысыздар алыстағы, жақындағы ағайын ел жұрт. Сіздермен ұлттық кітапхананың алғауымен, мәдениет министрінің қолдауымен екінші рет мынау бір тұйықтау кезде алдарыңызға шығып отырмын. Аман, сау, ырыздықта болайық. Бүгінгі сөз арқауы Абайдың текстологиясы жөнінде болмақ. Осы сөздің алғауының алғашқы ләмінде мен сіздерге бір-екі өтініш айтпақпын. Абайдың сөзі бар: бір жерде отырсаңдар, басың қосып, біріңнің бірің сөйле, сөзің тосып деген. Алыс жақынды мен тілін білмейтінде дидар көрісіп отырмыз. Сондықтан да сұрақтарыңыз болса, мен өз ойымды жеткізіп, белгілі бір пікір айтып болғаннан кейін соңына ыңғайлап қойсаңыздар деймін. Ал Абайдың жылы сәтті басталды. Оны бір кішкентай Ләйлім Шырақ деген қарлығаш қыздың, Абайдың немересінің, біздің немереміздің бастауымен үлкен қозғау алды. Президенттің қолдауы оған халықтық сипат берді. Мен осыны ұлы бастама деп ойлаймын. Соның жалғасы біздің бүгінгі осы әңгімеміз. Жаңағы Ләйлім Шырақтың атасы сол Абайдың бүгінгі біз айтып отырған текстологиясына тікелей қатысы бар Қормалды. Абайдың көзін көрген ақ ұрпақтардың алдынан өткен, Әуезовпен досындай, құрдасындай сыйласып көп тыңдаған Жұмақылбай деген ақсақал болады. Осы тұрғыдан алғанда сол ақсақалдардың күні кеше ғана кеткен Бекен Исабаевтан кейінгі сөз біліп, сөз сұрайтын менің кәрі құлақтарым о дүниеге келмесін, көрпесін жаманып кеткенде өкінішті. Неге осы Абайдың текстология мәселесі қайта-қайта біздің алдымыздан шыға береді? Жалпы текстология ғылымы не? Мен шолу ретінде ғана қысқа сөзбен қайырамын. Мәтін танудан дәріс беріп жүрген кезімде өзімше дүниедегі текстология ғылымдарының сөзіп шыққанда есепке алғаным, текстологиялық зерттеулердің 27 түрлі әдіс тәсілдері бар болады. Соның 19-ы сол тұста орыс әдебиеттануында, 9-ы қазақ әдебиеттануында қолданылады. Қазір орыстар батыстың технологиясын игерді, өсті. Бізде қолданылатын шаралар да 17-нің қатарына келіп қалды. Сондағы басты көтерілетін мәселе текст, көркем шығарманы мәтіндік тұрғыдан талдау және сол арқылы оның барлық көркемдік қасиеттерін ашып беру болады. Мысалға, осы тұрғыдан менің кейінгі бір-екі айда айналысқан, бір-екі ай емес, 6 ай бойы табандап отырғанда Абай текстологиясы жөніндегі байқағандарымда мына мәселелер қатты қарастырылмапты. Бізде арнайы ғылым ретінде текстологияның пәндік, ғылымдық негіздері туралы мақалалар шықпапты. Жекелеген мәтіндер бар. Тек Тоқтар Әлібек деген жігіт бұл мәселенің жай-жапсарына шолу жасаған еңбегі бар. Әлемде осы текстологияның, оның ішінде бізге, менің өзіме көзқарақты болған, негізін салған Лихачев, Лотман, Гаспаров сияқты аса ұлы негізді ғалымдар бар. Солардың
осы мәтінді талдауына қарастырғанда біздің қазақ мәтін тануында көптеген олқылықтар, әсіресе ситуациялық құрылыммен талдау жағы өте жеткізбейді екен. Абайдың мәтініне кіріспес бұрын мына мәселелерге қатаң қарап қаперге алуға тура келді. Ол ең бірінші кей сөздер мен ұғымдардың мағынасын ғана ажыратып қоймай, олардың қай нұсқасының басым екеніне төрелік айту болды. Бұл өте ауыр сөз. Ол үшін Абай поэзиясының көркемдік жүйесін біз көркемдік ерекшелікпен шатастырып жүрміз. Көркемдік жүйедегі мүлдем басқа шаруа. Жазу мәнерін, бейнелеу тәсілін, көркем ойының астарын, өлеңнің жазылу тарихын, лирикалық кейіпкер мен өмірлік кейіпкердің арасындағы көрінбейтін жек, мегзеу, астар, емеурін сияқты жайлар ашылып барғанда ғана жаңағы жасырын немесе бізге оқытпай жүрген мәтін танылады. Сонымен қатар сол бейнеленген тарихи оқиғалар мен құбылыстардың философиялық, лингвистикалық, көркем әдебиеттік мағынасын танымдық тұрғыдан талдауда Абайдың өз көзқарасына, көркем көзқарасына кіруде бір үлкен жұмыс деп ойлаймын. Бұл тұрғыдан алғанда кей тұстарда әдеби теориялық талдаулармен салыстыру, анализ, құрылымдарын салыстыру мұқтаждығы туды. Алдағы уақытта бұл мәселеге көңіл бөлмесек, біз Абайдың жұмбағы түгіл, Абайдың ашық айтқан мәтіндерін түсінуден қаламыз деп ойлаймын. Ондай проблема бар. Және күн сайын өсіп келе жатыр. Неге біз Абайдың текстологиялық мәселесіне жиі көңіл аударамыз? Неге ондай мәселе туып отыр, жинақтар шықты? Оны қайтадан қарастыруға бола ма, жоқ па? Қажет пе, жоқ па? Қажет. Өйткені біз Абайдың тереңіне түсіну үшін оның әр сөзінің астарындағы мағынасын көрсетуіміз керек. Бұл тұрғыдан алғанда, осы текстология мәселесі жаңағы мен айтқан әлемдік текстологиялық танудың анализдердің негізін қалаған орыс әдебиетінің өзінде үлкен проблема бар. Тіпті осы жаңағы ғалымдар араласып әр өлеңін, бір өлеңіне бір кітап арнаған Сергеенко, Лотман, Гаспаров, көне орыстардың текстологиясын ақтарған Лихачев сияқтылардың өзіне де мүмкіндік бермеген Пушкиннің, Лермонтовтың текстологиясы осы күнге дейін қайтадан қаралып жатыр. Менің әлі есімде орыстың 20 ғасырдағы ең үздік ақындарының бір Евгений Евтушенкомен кездесу болды Алматыда. Сонда бір жол айтты: өлеңді әркім әрқалай түсінеді. Оның ішінде творчествоға бейім адам, ақын, жазушы, суретші, композитор, немесе жеке адам, ұлы адамдардың көңіл күйінің ішіне түскеннен кейін оны өзінше қабылдап, өзінше сезінеді, жаңағы өлеңдерді өз ойымен айтады деді. Біз Пушкиннің өлеңдерін бір топ ақын әдебиетшілер үйінде отырып жатқа айттық. Сонда біреуіміздің мәтініміз біреуге дұрыс келмеді. Содан Пушкин тану мен текстология лабораториясының адамдары кеп 15-20 ақыннан Пушкиннің өлеңдерін әрқайсымыздың жаттауымыз бойынша айтқызды. 20 ақынбыз, орыстың ақынымыз, және бәріміз де Пушкинді жатқа біледі екенбіз. Сонда біріміздің текстіміздің ішінде біріміздің текстімізге бір-бірі ұқсамады. Мұның себебін ғалымдар творчество адамдары, ұлы адамдарды қабылдағанда көркем ой арқылы өзінің жан жүйесімен соған беріліп, өзінің көңілі бойынша айтылады дейді. Сонда өлеңнің
бір сөзінің басқа, бір сөзінің аяққа, немесе ән текстіне жазылғанда оның буынына байланысты өзгеруі заңды нәрсе. Біз Абайдың өлеңдерін бұл тұрғыдан әлі зерттеп көргеніміз жоқ. Екінші, Абайдың текстін, мәтінін түсінуде неге айырмашылықтар осы уақытқа дейін орын алып отыр? Бірінші, бұл ең өкініштісі Абайдың өз қолжазбасының қалмауында. Егер де өзінің қолжазбасы қалғанда, бұндағы көптеген күйінді сүйінді мәселелер алдыға қойылмас еді. Күдік те тумас еді. Тіпті Пушкиннің қолымен жазып кеткен өлеңдерінде мына жерінде ақынның айтайын деген сөзі мынау, ол ана өлеңінде былай, мына өлеңінде былай келтірген деп мәтіндік талдау жасағандардың өзі ақырында сол Пушкиннің қолжазбасына бас ұрады да өзінің болжамын айтады. Абайдың текстологиясының әртүрлі болуы оның қолжазбасының қалмауында, және сол Абай өлеңдерін көшірген адамдардың өзіндік жеке басының ақыл, ой, зиян, көркем дүниені түсіну, танымдық мәселені түсіну деңгейіне байланысты. Және мысалы біз қатты сүйінетін 1909 жылғы жинақ ең бірінші. Одан Абайдың сөзін оқып түсініп шығу үшін де ол адам кем дегенде біздің ұғымымызбен айтқанда гимназиялық деңгейдегі білімі керек. Кем дегенде. Ал бірінші, Мүрсейіттің қолжазбасына жүгінеміз. Мүрсейіт оқыған молда адам. 3 түрлі қолжазбасы мен көзім қыры түскен. 3 түрлі қолжазбасында кейбір өлеңдер 3 түрлі тұрғыдан жазылған. Бірінің сөзі екіншісіне ұқсамайды, ауысып кеткен. Себебі өлеңді ылғи көшіре Мүрсейіт кәтіптің өзі де өлең жатқа айналғаннан кейін жатқа жазып отырған. Бізге арнайы жазылған қолжазбасы жетті ме? Жоқ, жаңағы әркімге жазып берген өлеңдердің көшірмесі жетті ме? Қалай болған күнде олардағы текстің бір-біріне ұқсамауы сондықтан. Екінші, ол кісі бұрынғы қадымдық стильдегі жазуды меңгерген. Оны қазақша түсінудің өзі үлкен бір күш. Өзгесін былай қойғанда Абайдың жалғыз қолжазбасы сақталған, Халиоллаға жазған хаты, сондағы сөздерді оқып шығыңыздар. Мен 80 жылы Махамбеттің 31 хатын архивтен Хасанаев марқұм әкеп беріп оқытқанда әзер түсінгенбіз. Ол жазу стилі мүлдем басқа. Одан Шағатай тіліндегі жазудың ойлау жүйесін, жазу мәнерін түсіну керек. Өйткені бұл бүкіл түркі халқына ортақ. Әр халық сондағы түбір сөзді өзінің татарлар татаршасына, қазақ қазақшасына, өзбек өзбекшесіне, әзірбайжан әзірбайжанша, түрік түрікшесіне, ноғайлар ноғайша қарай бейімделіп айтып отырған. Ал біз қалай түсіндік? Мүрсейіт өзінің қолжазбасын осы қадым стилінде жазған. Ол кезде қазақ дегенде қ, ың, сияқты дыбыстар жазу емелесінде болмаған. 1909 жылғы Абайдың жинағы Кәкітайдың өзі жазады. Күнделікті барып тұруға мүмкіндік болмағандықтан араға 2 жыл салып корректурасын қарағанның өзінде қателіктер мұнда көп кетті дейді. Өзге емес, мен сіздерге бір жолды оқып берейін. Барағанский Ильяс Бораған, бұл Қырым татар. Өзінің жеке меншік баспаханасында өзі терген. Түрік сөздері түбірі бір болғанмен, олардың
берілулері екі басқа. Сонымен қатар бұл қолжазбада ол кісі Гаспаралы негіздеген, үлгісін көрсеткен, үлкен біздің сауатымызда ойлау жүйемізді өзгеріс әкелген Гаспаралының жазу үлгісімен ортақ тілмен жазған. Ол дегеніміз қазіргі Түркиядағы түрік тілі мен Қырым татарларының тілінің сүзінісінен жасалған. Әліпби де, дыбыс та, әріптер де, сөздің артына қосылатын жалғаушылаулар да сол тұрғыдан жазылған. Оның үстіне 9-шы жылғы қолжазбада қазақта мынандай сөздер бар. Т, З, екеуі бірдей, көне қадым алфавитін алған. Тек З-ның үстіне бір нүкте қойылса болды. Ал арабтардың құсни жазуында нүктені сөздің басына, аяғына бір жеріне қоя береді. Көркем жазудың үлгісі. Ал ол типографияда түспей қалуы мүмкін. Біздің қазіргі стильдік мәтіндік айырмашылықтарға осы Т, З, Қ, Ә, У әріптерінің болмауы, содан кейін түбірлік сөздердің өзгеріп кетуі үлкен қиянат біз үшін. Егер де бұл Қазан баспасында терілгенде, онда Қаюм Насыридің татарлардың үлгісімен жазылған әріпбиді қолданса, біз онда ешқандай қиындықсыз ол сөзді оқыр едік. Соның өзінде де бізге мәселе туар еді. Мысалы 9-шы жылғы қолжазбада және осы Абайдың кейінгі басылымдарында да ет пен ит сөзі ауысып жүр. Ал татарлар өсінгідей біз қорбы құрдастарымыз бар, қалжыңда айтамыз. Ит же. Әйтпесе ет жейді дейміз. Олар итті ит дейді. Ит дейді. Етті ит дейді, итті ет дейді. Осы айырмашылық бүгін де бар. Осыны біз Абайдың шығармаларының ішінде кетіп қалған өкінішті. Әсіресе әсем жазылған айттым сәлем қаламқас қыздың жауабында осы итқорлықпен адамның итқоры мен демесең деп қыздың аузына айтылып жүргені өкінішті. Мен сіздерге бір мысал келтірейін. Қазір 9-шы жылғы шыққан жинақтағы сөзді әріп бойынша ежіктеп оқимын. Өйткені кейде А мен О әрпі бірігіп кетіп, бір дыбыс беретіні бар. Бірақ дегенмен де сіздер тыңдап көріңіздер. Ауырақ, қилар, ауырилармыз, кел, жетті, жылы менен сұйықтық барин көріп. Мен бұны қазақ ләмімен оқып отырмын. Не түсінесіздер? Енді осыны қазаққа аудардық дегенде мынандай сөз шығады. Орақ келер орылармыз, кел жетті, жылы менен сойықтың бәрін көріп. Ал енді осыдан Абайдың өлең жолын шығарып көресіз. Ал енді осыда мынандай. Орақ келер, орылар, мезгіл жетті, жылы менен суықтың бәрін көріп деген тексті шығара аласыз ба? Ол үшін де жаңағы Қадымшаны да, Қырым татары мен түрік аралас сөзді де, татарша оқылымды да білетін. Содан кейін қазақтың сөзін, Абайдың айтқан ойы мен ол қолданатын сөздік қорларын ойының ағымын білу керек. Міне осы мәселеден барып көптеген қателіктер туындап отыр. Жаңа айттық, Мүрсейіттің қолжазбасының өзінде, қолжазбасында 3 түрлі сөздер бар. Ал кейінгі барынша Абайдың текстіне жақындаған 1995 жылғы академиялық басылым, бірақ соның өзінде бұрынғы
жылдағы жазуды тура қабылдаймыз деп, сонда кеткен қателіктерді дұрыс деп пайдаланған жайларымыз бар. Мен бұл жайларға келіп отырғаным, осы 40 жылдай Абайды оқығанда, Абайдың текстологиясына өзімнің жеке ойларымды қойышым. Мынау сияқты бір кітаптың бетінде 40-50-ге дейін сұрақ қойған жерлерім бар болатын. Сол ойларымды ой тоқтата келіп талдай бастаған. Сол кезде маған бір ой келді. Менің қолымда осыдан 40 жылдай бұрын аманатқа тапсырған Райымжан Марсековтің туған ісі, Алаштың мына шаруашылық, өндірістік, қаржылық ісіне тікелей араласқан Шериаздан Марсековтің Абайдың қолжазбаларының көшірген дәптері түсті. Шынын айтқан Бафин соғысының жары біздің өкіл өнеміз Никар Мұхамеджанқызы Юсупова маған сыйға тартты. Отырар кітапханасы ғылыми орталығы ашылған кезде. Одан кейін қазақтың тақуа ақыны, сөздің түбірін жалаңаштап тұрып түсіндіретін Аманжан Жақыпов Дегдар ақын маған 1902 жылы Отырар кітапханасы ғылыми орталығы ашылғанда, ол кісінің сол сериямен Отырар кітапханасынан өлеңдер жинағы шыққанда, Байғазы ретінде сол кезде маған атын айтып еді, қаберімде жоқ, Мәтқабылық деген сол 1909 жылғы жинағының көшірмесін берді. Көшірме ғой деп ойладым. Жинақтан қандай айырмашылығы болуы мүмкін. Өткен жылы сол қолжазбаны қайтадан қолыма алып, электрондық көшірмесін сүртіп, Мейрамгүл Ермағанова кітапхананың қолжазба бөлім меңгерушісі қарастырып жатқанда Мәтқапылықпен қолжазбадан айырылып қалдым. Жоқ. Осы 27-ші күні талқылауда, текстологиялық талқылауда жаныммен, қаныммен ұйқысыз отырып Алтайда қалпына келтіріп болған кезде Алматыдағы үйімнен қызымыз хабарласты. Әке, қолжазбан кітапхананың сөресінде тұр. Міне деп қолжазбаны көрсетті. Мен сол кезде бір Алланың бар екеніне сездім. Маған бір сынақ берейін деп, сол екі қолжазбаны уақытша көзден ғайып қылған менің есіме шығарған. Ол қолжазбаны мен Алматыға соның ғылыми көшірмесін жасатамын ғой. Әдебиет институтында, ғылыми кітапханада бар еді деп алып барғам. Содан кейін өлім жетім біріне бір жалғасып аурулар келді де, сол барғанда есімне қалып шығып кетті. Дегенмен де сол қолжазбаға сүйене отырып, мен өзімнің Абай туралы текстологиялық саралауымды жасап шықтым. Мұндай арылу мен азапты 30-дан аса 40-қа тарта жеке кітап шығарған екенбіз, басқасын былай қойғанда. Тарта қойған жоқ сияқты. Осы қолжазбалардағы ерекшелік мынандай болды. Бірінші, мен өзі бұл нәрсені қаперден ертеден білуші едім. Шериаздан Марсеков өзінің қолжазбасын 1932-1934 жылдардың арасында жазған. Оны кейбіреулер Мингоның жылы, оған 12 жылды қосу керек дейді. Ол 12 жылды қоссаң 43-45-ке тура келеді. Ал о кезде 39 жылдан бастап 45 жылға дейін Шериаздан Марсеков өзінің ағасы Райымжан Марсековпен бірге, Зият Шәкәрімен ұлымен бірге
түрмеде жатқан. Ал Райымжан мен Зият қапқа салынып, ауыздары буылып, Саяпіл деген қабірстанда тірідей жерленді дейді. Біреу айтады, шекарада әкелінді дейді. Сондай кезде ол кітапты көшіру мүмкін бе? Бұл мәселе кейін таралады. Бірақ сол дәптердің екінші жартысы бар. Бірінші жартысында Абай Құнанбай оғлының тәлімдері, Абайдың 9 жылғы жинағын және Шәкәрім Құдайберді ұлының көзі тірісінде Абайдан көшіріп жүрген дәптері болған. Немесе Мағауия көшіріп Шәкәрімге жолдап отырған. Оны 1927-30 жылдары Сәбит Мұқанов кітап қып шығарамыз деп Алматыға қолжазбасын көшірткен. Сол көшірмеден көшірген. Серияздан Мәрсековтің көшірмесінде Мүрсейіттенді. Өзге де Оразкенің, Самарбайдың көшірмелерінде мүлдем басқа талаппен көшірілген. Мұнда поэзиялық, ақындық, мәтіндік ерекшеліктер бар. Тіпті Абайдың 1909 жылғы өлеңдерінің ішінде жоқ шумақтар, өлеңдер, теңеулер бар. Оны егер Шәкәрімнің қолжазбасында жатқан, оғанға дейін 32-37 жылдары Шығыс Түркістанда сол зияттар ұйымдастырған газет, журналда мектеп ашқанда оқулық ретінде пайдаланған. Бұл үлкен байланысты көрсетеді. Осы қолжазбадан мен өзіме жаңа бір танымдық Абайдың өлеңдерін ішкі ырғақтар мен буындар арқылы түсінудің және Абайдың өлеңдеріндегі біз білінбейтін, бізге бәрібір сияқты ауызекі айтқанда тіпті айырылмайды жалғаулардың, ған, ген, дан, ден, дың, дың сияқты шылаулардың, немесе бір сөзбен екінші сөздің орнының ауысып келуін қалай түсіну керек, мен соны білдім. Екінші қолжазба ол жаңағы марқұм аса тілмәр ақын Аманжан Жақыптың сыйлаған қолжазбасы. Бұл қолжазба 1943 жылы көшірілген. 1909 жылғы жинақтың негізін алынған, тарау бөлімі бірдей. Бірақ осы екі қолжазбада біз осы уақытқа дейін Абай тануда, тіпті Абай танудың 4 ұрпағы, ең бірінші Әлекеңнен бастап байқамаған, тіпті ажырата алмаған, қате оқыған, қате түсінік берген мәтіндер болды. Менің ойымша, өзі 700 беттен талдау асып кетті. Сонда ерекше мән аударатын жайлар бар. Ол кісі тек қана 9 жылғы жинақты көшіріп қоймаған, оны қазақшаға қотырған. Жоғарыда айттым ғой, 1909 жылғы жинақты әріптеп, ежіктеп оқысаңыз, оны түсірудің өзі бір қиын. Бүгінгі қазақтың өткен қадымдық ойлау жүйесімен сөз қорынан ажырап қалған ұрпақтың тіпті оқуы қиын. Мұхтар Әуезов Қайым ағалар жақын болды. Ол Шағатайшаны жақсы айырды олар. Және бәрі де молданың баласы. Олар жастайынан Құрандағы қадыми арабтарды ажыратып жүрген. Соның өзінде ажыратылмай қалған сөздер бар екен. Бірақ нәрсе айтайын мен сіздерге, осы жаңағы жинақтағы жаңалықтың. Өзім таң қалдым. Құран хадис, аят хадис емес қой, көпір болдың. Аят хадис емес қой, көпір болдың
демес қой деген сөз бар. Дұрыс. Ешқандай кедергі жоқ. Бірақ үлкен мәтіндік, мағыналық айырмашылық бар. Жаңағы Шериаздан Мәрсеков пен Аманжан Жақып берген, мен ол кісінің атын шартты түрде хаткер, кәтіп деп қойдым. Кәтіп деген хатшы, көшіруші. Ол жай көшіруші емес, білімді. Жай хатшы емес, білімді. Сондықтан хаткер, кәтіп деп қойдым. Сол хаткер, кәтіптің мәтінінде екеуінде де аят, хадис емес қой, кәпір болдың демес қой дейді. Бұл екеуі қандай айырмашылығы болуы мүмкін? Кәпіріне, күпіріне? Жоқ. Абай үшін. Құранды бас аяғына дей тәпсірлеп берген Абай үшін. Және ең қиыны ант атқан деген сөзді қатты назаланғанда қолданатын Абай үшін. Жалпы дін білетін адам үшін бұл үлкен күнә. Кәпір дегеніміз ешқандай дінге сенбейтін жұрт. Христиан, юда, тағы басқалар олар кәпір емес. Өйткені оларды кәпір деп жек көретін болса, онда Иса пайғамбардың, Сүлеймен пайғамбардың, Қызыр пайғамбардың аттары Құранда пайғамбар деңгейінде айтылмас еді. Кәпір сенімсіз деген сөз. Ал кәпірмен күресуге болады, оны кәпірлігі үшін жазалай алмайсың. Ол тұқым. Онда Алла жаратқан ақыл иесі. Ал көпір дегеніміз, бұның жазасы бар. Көпір деген діннен безген. Мұсылмандықты қабылдап отыр, мұсылман шартын бұзып діннен безді ме? Дінді бұзды, дін бұзған, дін бұзар. Оған жаза бар. Бұл дүниеде де, о дүниеде де. Бұл біз айтқан жаңағы христиан, православие, юда, барлық дінде де дін бұзғанға жаза бар. Күфір дегеніміз сол. Сонда аят хадисті сақтамайтын сен кәпір емессің деп айтқан. Өйткені оларға аят хадисті кәпірлер оқымайды, мойындамайды. Ал көпір емессің деген сөз, ол жаза мұсылмандықтан безіп кеткен адам. Бұл Абайдың жалпы ислам дүниесінің ойлау жүйесіне терминдік ұғымына қателік пікір деп ойлаймын. Осы сөзді осы екі хатшы кәтіптің, Мәрсеков пен белгісіз адамның оқып таң қалды. Одан кейін осы Абайды оққан сайын әр жинақта әртүрлі сұрақ қойылған. Жаңа да көрсеттім. Мына беттің өзінде бір сөз үшін қаншама сұрақтар. Әр оққан сайын осы сөздің мағынасы не деп сызып, өзім ары қарай жобалап жазып. Бірақ ол жай долбар. Сонда мынандай сөз. Бәрінен де сол қымбат. Қайтерсің өңкей наданды, сыпыра батыр, сұм құрбет, мақтанмен алды мазамды. Осындағы құрбет, сұм құрбат деген сөз соңгойын құрбет дегенді жақын, туысқан, көрші. Бұл жерде жамағайын, жаман көрші мағынасында айтылып отыр дейді. Құрбет. Қай тілде? Қазақ тілінде жоқ, фарсы тілінде жоқ, араб тілінде жоқ, түсіндірмесін. Тек анау сұм құрбат деген сөзді негізге алып, соны дыбыстаққа шығарған. Менің таң қалғаным, жаңағы хаткер кәтіпте бұлай дейді. Сыпыра батыр, мысалы, әртүрлі жазуларда бұл әртүрлі жазылған. 1909 жылғы жинақта сыпыра батыр, сұм құрбат деп оқылады. Ал жалпы 95 жылғы академиялық басылымда да бұрынғы жинақтарда сыпыра батыр, сұм құрбат деп оқылады. Енді осы сөзді түсіндіру үшін
қандай да бір сөз керек қой. Соны жаңа хат катып бүйтіп аударады. Сыпыра қайтерсің өңкей наданды, сыпыра батыр, сұмырай қырт дейді. Мен 9 жылғы жинақтың да жаңағыдай әріптердің қиылыспай кеткен жерлерін солай қисын тырысам, ол да солай қалып келеді. Сыпыра батыр, сұмырай қырт. Сонда жаңағы айтылып тұрған жаман ағайын, жаман көрші, араз адам деген осыған келіп тұрмын, өзі сұмырай болса, өзі қырт болса, одан қандай жақсы көрші, жақсы туыс, жақсы ағайын шығады. Міне, маған 2 қолжазбаның ашқан ұлы жаңалығының бірі осы. Болма. Мені таң қалдырғаны, және осы үшін 6 ай күн-түн, күнде 3 сағаттан ғана ұйықтадым ғой. Міне, көзімнің іскен әлі басылған жоқ. Риза болып, сол азапқа қайтадан түсуге дайын болатын бір қуанышты сөзі бар. Бұл Абай танушылардың 4 толқын өтті. Бізден кейінгі 5-ші толқын басталады, 25 жылдан есептегенде. Еш қайсысы ажырата алмаған сөз. Барлық жинақ шығатын кезде біз осы сөзге назар аударамыз. Тіпті бұл сөздің беті шимаға толып кеткен. Басқа жинақтарда осындай сұрақтар көп. Ол бір сөз. Ал ол сөзді оқу түкте қиыншылыққа жоқ, жай ғана механикалық тұрған дейді ғой. Жатпен сөзді оқудан кеткен. Сонымен бірге арабша жазудың ерекшелігіне кеткен. Ырдан кейін ырға келесі сынбайды. Соңғы қазақтың өзінің шыр айналып жүріп алатын сөзі бар. Шыр айланды, шыр айналды дейді. Осы сөзді оқудан ғана кеткен нәрсе екен. Түбірін оқиын. Мүмін болсаң әуелі иманды бол. Пендеге иман өзі ашады жол. Шыр айланда, таз ойла бір иманды. Мүнәфиқ намаз қылмап па, мағлұм қойыл дейді. Шыр айналды, иманға намаз. Ойлайсың, бұл шыр айналып жүріп, жынды болған қой сияқты, не оқып, не иманды кіргізуге болады. Осы сөзде бір пәле бар. Бәрі білді, қаймаға да білді. Қалай табу керек? Сөз айналсаң, қалай оқысаң да сол сөз шығады. Мүрсейіттің қолжазбасы 9-шы жылғы жинақ, одан кейін өзге жинақтарда. Тек Хаткер кәтіпте осы сөзді оққанда мен дымым шықпай қалды. Соншама 100 жыл бойы, 120 жыл болды Абайдың кітабының шыққанында. 110 жыл болды. Содан бері біз де шыр айналып жүріппіз. Хаткер кәтіпте оп-оңай. Бұл бейдейді. Оқиын. Жаңа шыр айналды. Енді қараңыз. Мүмкін болса, әуелі иманды бол. Пендеге иман өзі ашады жол. Таз ойла бір иманды. Мүнәфиқ намаз қылмап бет, мағлұм қойыл. Шырайланып, өңің кіріп, намазбен, иманмен нұрың бетіңе жайылып, иманды ойла. Сонда сен мүнәфиқ болмайсың. Иман, таза иман, кеудеңе, жүрегіңе кіреді, ұялайды, орнайды. Бірақ сөз, шыр айланды, қосып жіберіп оқысаң, шыр айлан болып шығады. Міне бұл Абай танудағы ұлы жаңалық деп есептеймін. Хаткер кәтіптің қосқан ұлы жаңалық. Осындай үлкен мәселеге дәнекер болғанмен мен де өзімді
тәп-тәуір қанағаттанарлық сезіммен қараймын. Енді осы оқу барысында біз жаңағы екі қолжазбаның кеткен айырмашылықтарды, мәтіндік айырмашылықтарды өзімізше саралап, жағарыстырып отырып бердік. Мұндай салыстыру Абай шығармаларына осы уақытқа дейін жүргізілген жоқ. Кешіріңіздер. Ерекшелігін түсінейік дедік. Сонда байқалған ерекшеліктер, мен үстірткен айтып өтейін. Бірінші, мағыналас сөздер. Bir сөзді екінші сөзбен ауыстыра салсаң, мағына өзгермейді. Мысалы, адам және тағдыр. Мағыналас. Абайдың қолданған кезінде бұл мағыналас болып кетеді. Ал екеуін жеке талдасаң, екеуі екі мағына беретін сөздер. Бірақ жалпы өлеңнің ырғағы, буыны, мағынасы, айтатын ой ағымы өзгермейді. Екінші, да, де деген жұрнақтар арқылы сөздің мағынасы өзгеріп кететін жерлер бар. Ойлада өзің шеш мұны деген тіркес бар. Мұны да ойла толғанып дейді. Оны да ойла толғанып. Оны ойла толғанып деп келсең, ойла дейді. Ойла, ол көп ойдың біреуі. Ал оны да ойла толғанып дейді. Демек, одан басқа Абайдың көкейінде тұрған үлкен бір мәтінді, үлкен бір сол өлең жазылған кезіндегі басына түсіп тұрған ауыртпалықты назар сал, неге ашындым мен, оны да ойла толғанып деген мәселе бар. Бұл Абайдың өмірі мен шығармасының арасындағы психологиялық байланысты болады. Екінші бір сөз. Осындай өткен шақпен осы шақтың кетуі, немесе бірінші жақ пен екінші жақ, сен мен менің айналысуы, ештеңе өзгеріс әкелмейді. Мысалы, Көжекбайға арнаған Абайдың өміріндегі ең бір қияметті, қиын, талқыға түскен 6 ай Мырзағамақта жатқан Семейде, енді болмаса жер аударылып кететін деп тұрғанда жазған өлеңі бар. Көжекбай деген өзінің аталас әкелес Құнанбай бірге асыраған Абаймен бірге адамға арнаған өлеңі бар. Туысы, бірақ Базаралымен айтысып, Базаралыны жерге ұрлық үшін жер аудартып жібергеннен кейін қайтып келіп күнті босып болғанда, Көжекбай сол жаққа шығып кетеді, Абайдың өзі түрмеге қамалады, Мырзағамаққа. Сонда бөтен елде бар болса, ежеттесің, сыйласың, сыпырласың, қимасың. Өзгені жау қылам деп, өзі Құнанбайдың тұқымы ғой енді. Өзгені алдаймын деп, өзгені солаған әдейі айтып едім мұраны арандатуды деген текст бар. Ал кейінгі жинақтарда алдайды деп, ана Көжекбайдың өзінің мойнына алып отырған, Абай соны тікелей айтып отыр өзіне. Сөзді үшінші біреуге қарап кетеді. Біреу алдаймын деп, Абайды ма, кімді ма, иманның бетін бұзды дейді. Біреуді айтып отыр осы. Жоқ, Көжекбайдың өзіне айтып. Алдаймын. Абай-ау, сол ана жауыңды алдаймын деп мен жүрім емес пе? Сол үшін айттым емес пе? Бүйттім емес пе? Дейді. Жоқ, бұл наза Көжекбайдың өзіне бірінші жақ. Мен осы бірінші жақ пен ана үшінші жақтың арасындағы алдаймын мен алдайдың арасындағы айырмашылық туралы кішкене тоқталдым. Сондай-ақ әсіресе Шериаздан Марсекеттің қолжазбасында, оның ішінде мынау қазақтар о кезде жатқа айтатын өлеңдер, аңшылық туралы, аттың сыны, айттым сәлем қаламқастарда,
тағы басқа осы сияқты әнмен айтылатын сөздерде өлеңнің жолдары ауысқан. Мысалы, қыран бүркіт не алмайды салса баптап дегенде, не алмайды қыран бүркіт салса баптап дейді. Қазақтар бұрын, осы кейінгі 50 жылдарға дейінгі қазақтар өлең айтқанда ырғақпен айтатын. Не алмайды салса бүркіт деп. Ал айтпаса қыран деп бірінші сөзді дауыстап бастамайды ғой. Осыған байланысты саналы түрде өзгерткен, ырғаққа, екпінге, өлеңде басты міндет атқаратын. Мына мысқа өзінің ішкі ырғағы, динамикасына әкелетін өзгерістер бар. Бұл өте сауатты адамның қолжазбасы. Демек, бұл екі түрлі болуы мүмкін. Әуелдегі шәкәрім Абайдан көшірген кезде текст солай болуы мүмкін. Немесе әнге айтылып кеткеннен кейін текст алдына салуы мүмкін. Бұл мәтіндік айырмашылыққа бір жағы жатады, бір жағы мәтіндік айырмашылыққа емес, көшірушінің ерекшелігіне жатады. Сондай-ақ кейбір шумақтар, сөздер бірінде бар, бірінде жоқ. Немесе бір өлеңдердің ауысып кеткен жайлары бар. Бұның бәрі қалпына келетін жағдайлар. Соның ішінде мына дінге байланысты, кеңес өкіметінің саясатына байланысты басылымдарда тіпті 9 жылда өзгеріп кеткен сөздер бар. Мысалы, Масғұт дастанында Қызыр пайғамбарды риза деп аудартқан. Қызырға риза болып, Масғұт көпес. Масғұт дейді. Ал оны риза болып, Масғұт көпес деп жүрген. Өйткені кеңес одағы кезінде Қызыр пайғамбар. Сондай-ақ тағы бір өлеңінде жаздың шілде болғанда болу керек. Байлар келді, тайпалып, сылқылдасып, қалжыңдасып, күлісіп, жорғасымен тайпалтып келді. Содан кейін қымыз қайырып отырды деген байларға айтылатын 3-4 шумақ бар. Бәй, 3-4 жол бар. Осы жолды алып тастаған. Өйткені кеңес өкіметінің басылымында ол байларды мадақтап, оларды сылқылдап, әзілдесіп, қымыз ішіп отырғаны Абай мәтінде оларша жараспаған. Екінші, Абай онсыз да өзі феодализмнің жыршысы болып аталып жүрген кезде міне байды былай мақтаған деп айтуға үлкен уәж септігін тигізер еді. Абайдың мүмкін Мағжан қатарлас шықпай қалуына да, өзінің ұстазы Дулат қатарлас атылмай қалуына да мүмкін еді. Міне осындай бір үлкен жұмысты бітірдік. Алдағы уақытта әсіресе текстология мәселесіне келгенде, оның жоғарыдағы біз айтқан ішкі жан дүниесіне, мынау әсіресе өлеңнің психологиясына, ақынның психологиясымен келетінде, оның өмірбаянына, сол кезде көңіл күйіне байланысты берілетін сөздерге ерекше талдау жасау керек екен деп ойладым. Бұны орыстарда бар, Лотман негізін салған бір өлеңнің тарихы деген әдістемелік сыни талдау. Бізден де бір жақсы, менің шәкіртім Ербол Тілешов сияқты теорияға мықты, теорияны терең талдайтын шәкірт талапты ойлы адам болса, шіркін-ай, Абайдың өлеңінің бағы сонда ашылар еді, сонда біз терең түсінер едік дейміз. Ал енді ағайын, бұл өзі үлкен мәселе, ол шаруа бітті. Бүгін тиісті жерлерге жібердім. Назарларыңызға іліге ме, шыға ма, шықпай ма, ол менің мүмкіндігімнен, құзырымнан тыс шаруа. Енді
Ал әзірге текстология туралы өзімнің ойға алған жайларым осы. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, мен мына дыбысты қосайын. Ал енді мына жерде бір жазулар жазылып жатыр. Менің оған мүмкіндігім бар ма жоқ па білмеймін оқитындай. Ал сұрақтарыңыз болса мен жазып ала бастайын. Неше болса? Рахмет. Мына жерде ой, мынау қыз балалар көп екен. Қандай менің көңіліме жағады. Балаларым Абай туралы сөзге мұндай құлықпен ассаңдар, сөзсіз бақытты боласыңдар. Ал қыз баланың бақытты болған деген ол ұлттың бақыты. Қай кітап жаныңызға жақын? Осы азабын тартып, рақатын көріп отырған Абай жақын. Табыс тілеймін дейді. Рахмет жандарым. Бұл сіздер менің шәкірттерім хабарласып жатыр екен. Рахмет, мен де сендерді сағынып қалдым. Сендер де менің дауыстарым сағынған шығарсыңдар аталарыңның. Мен шәкірттерімді немере деймін, олар мені ата дейді. Мынау айтып жатқан тілектеріңе рахмет. Сұрақ қойыңдар, айналайындар. Мен мақтанның құл емес деп Абай айтқан ғой. Рахмет жандарым. Албания туралы не білесіз дейді. Ой, бір оқиға айтып берейін. Жақсы білем Албанияны. 97 жылы Әуезовтің 100 жылдығына орай Тұрсынбек Баймолдаев деген курстасым мені Кегенге алып барды. Бөкен мұғалімдерін жиып Әуезов туралы кездесу өткізді. Содан кейін ол мақтанды. Сол ауылдың жігіт, мынау еді ғой деп. Енді мен қилы заман туралы жаяу жүріп аралаған жерім. Содан кейін Албания деп мен де мақтай бердім де өлең шығара бердім. Қасыма сол кезде 5-6 класста оқитын Алма деген қызым бірге болатын. Содан кейін жақсы қайтты, қарқара жайлауы, қымыз, бие сауған, ат жарысқан. Содан бір күні жаңағы Алма қызым звондайды. Сұрамайсың ба, неше алды деп, сабақтан баға деп. Ойбай, сұрап білмей қалдым ғой, неше алдың балам? 5 дейді. Қандай тақырып алдың десем, шығарма жаздың. Не деп жаздың? Ой, шығарма жаз деді. Мен жазды оқиғада не болды, не көрдіңдер деді. Бұлай қарасам, балалардың қасындағы біреуі Америкаға бардық, біреуі Түркияға бардық, біреуі Арабияға бардық деп жазады. Мен қайда бардым? Соң алып отырдым да жаздағы Тұрсынбек аға көрсеткен Албан еліне бардым да, мен Албанияға барғанда деп, бие бауды көргенде,
құлынды көргенде, қымыз ішкенде, құрт жасаған көрдік Албанның. Албания жақсы екен деп жазып ем, мұғалім мақтап бәрің анда мұнда барыпсыңдар, мына Албания деген жақсы екен, өзі бізден айнымайды, қымыз ұстайды, бие сауады, құрт шығарады, алма саған 5 деп 5 қойды дейді. Содан бастап біз одан үлкен Албания бола ма? Міне менің Албания туралы пікірім осы. Өздеріңе де рахмет. Сендердің әрбір игі істеріңе Алла жар болсын. Мен бір ұлы аңсарым бар. Қазір әртүрлі пікірлер айтылады ғой жастар туралы. Жастардың өзіме қатысты шәкірттеріммен де араласам. Мүмкін маған сондай етене көріне ме? Өте талантты жастар. Әсіресе қыз балалардың ынталылығына таң қалам. Екінші бір көшенің бір жағына қарағанда сәл-пәл күйінесің, бірақ сүйінішің басым. Егер қыз бала бақытты болса, қызы бақытты ұлт міндетті түрде бақытты ұлт болады. Әгі Әуезовтің бесігіңді дүзеп жүр дегені сол. Мен осыны армандаймын. Қазақтың әр қызы бақытты болса, әр азаматы, әр баласы, әр атаны, әрбір ата, әже, апалар бақытты болады. Өз шығармаларыңызға айтылған сынға қалай қарайсыз дейді. Мен 15 жыл сын бөлімінде істеген адаммын. Сондықтан да сын айтылмаған шығарма, ойландырмаған шығарма деп есептеймін. Ал сын айтамын деп айтқыштықпен айтатындар бар, қасақан айтатындар бар. Ол енді ондайды да көргенбіз, ондай да талайларға болған. Сондықтан да төзіммен қараймын, және мен әр шығармамды біткен сайын соған сын айтыңдар, мақтамаңдар деп беремін. Төлеужан Ысмайылов туралы пікір сұрайды. Төлеужан менің ұстазым. 5-ші класстан бастап қасында болдым. Қазақтың маңдайы жарылмай кеткен ту ақын еді. Көп арманы ішірік етті. Камера тез қарап қалды. Ой, Ардақ, рахмет. Мен бұның тілін білмеймін ғой. Сен қасында отырғанда ол дұрыс болатын еді. Төлеужанның өлеңдерінің және шықастары шықпай қалды, шіркін айтсаңшы. Әсіресе сол көзді жұрттың көзінше аға дедік туымызды оңыстар, баран деді сонда бізді орыстар деп бар дауысымен Алматының көшесінде, Жазушылар одағының 2-ші қабатында өлең оқып жүруші еді. Елдің бәрі сүйініп тыңдап, ақырын бұрылып кетеді. Бір арманда кеткен ақын. Оны осында Бауыржан Жақып, Азамат, Қасым сияқты тұқымдары бар, солар жерге қалдырмайды деп ойлаймын. Мынау көзім жеткенше оқып жатырмын. Бәріңе де рахмет. Егер Біржан Абай ауылына келген кезде Абай айтады ғой, ай шіркін, қазақ қандай бақытты. Сендей әншісі бар, қандай бақытты десе. Жоқ, Абай аға. Мына сіз сияқты тыңдаушысы бар, мен бақыттымын деп. Сол сияқты сендер сияқты тыңдаушысы бар, мен бақыттымын. Қайым Мұхамедқанов туралы
жаңа кітабымда да айтылған, менің осы текстологияға сірге тартып кеткеніме сол қайым әрі ағам, әрі ұстазым, әрі әкем. Мен қарыздамын. Егер қайым салып кеткенсіз болмаса, мен бұл текстологияға жуымас едім. Абайдың күйлері табылып жатыр дейді. Оны ертеде екі күйін сол Абайдың ауылынан шыққан Ғайса Сармурзин марқұм тартып кеткен екі күйі бар. Бір жас кездерінде Абай ауылында күй тартудан бәсеке болған, әртүрлі жеңіл тақырыптарда сонда шығарған күйі болу керек. Оған мен ешқандай дауыс айта алмаймын. Ал енді осы Абайдың әнің тарихын зерттеп жүрген Еркін Шүкман деген үлкен әрі әнші, әрі ғалым қазір Абайдың әнін тарихын айтып берші дейді. Абайдың әні ең ұлы тарих, ол әр қазақтың, тіпті қазір шетелде онлайннан кәсет бергенде де Абайдың әндерінің музыкасы беріледі ғой. Міне сол тарих. Ал оның жазылу тарихы ұзақ әңгіме. Ол туралы Ардаби, сен күй таптың дұрыс. Сен сияқты зерттеушісі бар. Ана Жарқын ағаңның үлгісін алған, Ахмет Жұбановтан бастаған қазақ бақытты. Әнді сүйсең менше сүй дейді ғой. Мен әнсіз өмірді елестете алмаймын. Осы бір шығарма, бір нәрсе қолыма алған кезде ең бірінші сол шығармадағы сөзді, ойды, оның құрылымын музыкаға түсіріп аламын. Әрине менің сұлулығым жоқ, бірақ ішімнен көңіл күй, домбыраның құлақ күйі сияқты бір жетпей тұрса, не бір жарым жартылай сендер танарын істейсіңдер ғой, сол жетпей қалатын болса, не асып кетсе, соны қайта айналдырып жаңағына ырғаққа, буынға түсіремін. Ойдың өзін шайқап отырамын. Сондықтан да өзім әуен білмесем де, осы бір тылсым дүниенің тылсым музыкасына, тылсым дауысына, тылсым ырғағына жан тәнмен берілем. Абайды да оны сөз деп қана оқымай, шіркін-ай, бағадан бері көп айттым ғой, буын, ырғақ, ішкі ой ағымы, осына көңіл күйіне кіріп аптырып оқыса, мұхитта жүзген, жалғыз өзің мұхитта жүзген еркін балықтай болалар еді. Рақат. Сондай мүмкіндік түйсігіміз жан жақтан ашылып, санамызға кіріп, ойлансақ, бір ғанибет қой. Әрине, олай өмір сүруге болмас. Өмірдің ырғағы, тіршілігі, күресі, көрінісі, жұбанышы, күйінші басқа ғой. Алып кетеді. Біз түгіл Абайдың өзі сол ұлы қапалық, құсығалық, ызағалық күреспен өткенде қарсы тұра алмай, бірақ ағынға ермей өмір сүрген. Абайды сүйетін ұрпақтар жалғасы үзілмесін депті. Әсмагүл Құлымбетова деген қарындасым. Дұрыс айтасың. Біз қазақ өлмей, Абай өлмейді деп ойлаймын. Абайдың идеясы өлгенде Алаштың да идеясы өледі, Алаштың идеясы өлсе қазақ та өледі. Бірақ соңғы қазақтың ішінде де Алаш пен Абай болса, ол қайтадан түлейді деп ойлаймын. Алла рызық берсін. Енді бұл Ардаби, мен айтып өттім ғой. Бұл күйшілік мектепте Зият 32 жылы барып,
сол жақта сен жақсы білесің, 32-34-те басталған ойын сауық қазақ үйірмесін ашып, үйірмесін 38 жыл бүкіл шығыс Түркістанды қамтып, алғаш опера Салиқа Сәменді қойған, соған үйірме жасаған, соның жетекшісі болған зияттар бәріне таралды. Bir таң жарықтың өзі сенің ілеңде неге тұрады? Ана көдек ақындар, ол сол Шайх Ислам Жүсіпов, олардың барлығында да Абайдың ішкі рухы болған. Жаңағы өлеңдер Бораталы Ілемен Тарбағатайдың қиылысындағы шекарада Алтай шөуінде жазылған. Bir жал сияқты ғой. Сондықтан әсеттің өзінен де Абайдай арт жағына сөз қалдырып, шіркін-ай жақсы еді ғой өлу деген деп, тура іленің басында талқыда айтып тұрмай ма? Өзің барып әндеттің, күйлеттің. Сол таудың биігінен тараған Абайдың үні қайда кетпейді. Жаныма 70 жас. Мен осы таяуда, осы мына Шайтанқұлақ арқылы бір әңгіме естідім. 100-ге келген шалдан сұрапты, қай жас жақсы, ең жақсы жас? Жастығыңызды аңсайсыз ба деп. Жоқ депті. Жастықты қой, ол өзінің ырду-дырдуымен кетті. 40-қа келгенде бала ер жетті, қыз бой жетті, соның қамымен қалай 50-ге келгенде білмедім. 50-ге келгенде арттағы ұрпақ анау мынау бар, соны қарап жүрдім. 60 соның қамымен ойлаумен кетті. 70-тен артық рақат жас көргенім жоқ. Ал 90 мен 100-де ештеңеге қауқарың болмайды екен. Ең ұлы жас адамзат үшін 70 жас дейді. Сол ақсақал, Дәніш пен ақсақалдың айтқан 70-інде бір көрейік. Мен өзіме ішкі есеп болмаса, әлгі жұртқа жерлеп 70-ке келдім. Мен картайдым деген ойымда жоқ. Кім білсін, Алла не берсе сол өмірді жасаймын. Бірақ Абайдан қаламнан қол үзбей мүмкіндігім болса. Мен осы сөзді таң қаламын. Көзімнің қарасын Әбішке арнап жазды деп. Оның ішінде менің қарындастарым мен шәкірттерім де бар. Қалай айтады? Қалай? Ішіндегі сөзді оқып көрмейсіңдер. Сенсің шал ләззат деп Абай не болып кетті сонда? Бұл жаңағы қаңғыма сөздердің бірі деп ойлаймын. Ол туралы Абайдың махаббатсыз дүние дос, хайуан қонық осындар деген махаббатсыз дүние дос, мына дүниеде дүниенің керегі жоқ, о дүниеде керек, сондықтан махаббатсыз дүние дос деп сызықшаны артына қойып жазып жүргендер бар. Бұлар Абайдың көркем ойлау жүйесіне ең үлкен кесір зиян әкелгендер. Өйткені Абайдың көркем ойлау жүйесі 3 негізге салынған. Ақыл, нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек махаббат. Махаббатпен жаратқан адам затты дейді. Бұл дүние махаббатсыз, ықылассыз жаралған жоқ. Дүниенің 3 тірегі тұрған біреуін, ол кісі сол махаббатсыз дүниеден бастады. Оны хайуанға қос деп тұрған сол. Сондықтан да бұндай бір теріс ойлар кейінгі кезде жиі айтыла бастады. Оның себептерін әркім әрқалай түсіндіреді. Бірақ Абайға қиянат жасаған адам, ол сол қиянатын қияметте тартады деп ойлаймын.
қазақ тарихы туралы мен үнемі алла жазса енді кітап дәрежесінде шама жоқ, оған Алланың берген уақытында өлшем шығар, бірақ бір көлемді мақалаларда тұжырымды ойларым бар. Соның біреуі Асан Қайғы мен Алтын Орда туралы. Сол екеуін жалғап кетсем, менің шығармаларымда анау Әлмисақтан бастап осы күнге дейінгі қазақтың руханият тарихы қамтылған болып шығады. Сол әр шығармадағы айтылатын ойлар қазір байқап отырмын, сол проблема күйінде әлі қатты. Мен ойлағам, күйесің, жүрек сүйесің, бұл 90-шы жылдары жазылған. Бұл мәселе 20 жылда қазақ оны бәрін жеңеді, ол мәселе Абайдың алдында мәселе болып қалмайды деп. Жоқ, күйесің, жүрек сүйесіңде айтылған мәселе қазір тіпті ошып барады. Мен 20 жылдан кейін бұл кітап өлеттігім, жаны сірі сияқты. Ал енді бала 34-35-те жазған Дулыға қазір одан да 40 жылдай өтіп кетті. Осы күнге дейін алдымнан шығады да тұрады бір жас жігіт, 70-тегі маған алдымнан көлдірең шығады. Бірақ ықыласпен сол кездегі 30-ның ішіндегі жас жігітке және ол Совет одағының кезінде болатын идеяға қарсы ерегесіп жазылған Олжастың Азиясының негізінде, рухында. Өткен өмірдің белгісі. Менің сіздерге сөз аяқталып келеді айтатыным, Шадаев деген орыстың, Шағатайдың тұқымы шоқынып кеткен орыстың ойын, декабристерді орыстың басыбайлық, крепостнойлық правасын жойған патшаның өзі дірілдеп кетеді екен атын атағанда. Соның айтқан сөзі бар. Өте өткір зат. Маған бар айыпты тағуға болады. Мені айыптаңдар. Елін сатты, пікірін сатты, теріс айтты, қиянат қылды. Тіпті кісіге өмірі зиян келтірді деп айтыңдар. Бірақ нәрсені айта көрмеңдерші, ол өтірік. Мен өтірік айтты деп айта көрмеңдер. Арымның айтқанын айттым, өтірік айтқам жоқ. Одан басқасының бәрін айттым дейді. Мен де талай тауқыметті ойлар, жүрген жүріс тұрған кейіп, күлген күлкі, сөйлеген сөзді кеткен шығар, бірақ өтірік айтты демесе екен деймін. Ойымды айттым. Адассам, сол ойдың жетегінде Асан Қайғы туралы, ой, сіздер таңғаласыздар. Біз Асан Қайғыны бір-екі ауылдың осы Қазақстанның аяласына іздеп жүр екенбіз. Мен сәл-пәл жинақтап көрбім, ол осы дүниені аралап кеткен екен. Ол кісіге мүмкін басқаша бір көзқараспен қарау керек пе екен деп қалдым. Әйтпесе, ана жерге барып, мына жерді көзі қимай, қанжығыма бөктеріп кетсем, көтере алмаймын деп, бір жердің көкжиегін көріп қимайтындай адам емес. Ол кісі осы дүниенің, жер шарының көкжиегін көңіліне сыйғызған адам ба деп ойлаймын. Ой, жұлдыздар сияқты жарқыраған деректері бар, бірақ оған қол жеткізу керек. Айналайын еркін, бұл мәселені саған айтып едім ғой. Көзімнің қарасының бір шумағын баласына, бір шумағын ғашығына, екіншісін көңілдесіне арнап жазбайды өлеңді. Өлеңді, әнді сен де өйтіп айтпайсың ғой. Сондықтан бұл мәселенің талқылаудан алып тастау керек деп ойлаймын. Абайдың күйіне күмәнмен қарайтындар бар екен ғой дейді. Бар, неге болмасын? Абайдың күйінің орындалуын, мәнерін, оның тіпті ең жеңіл деген әні көзімнің қарасымен салыстырып көрдіңдерші.
Бұған жаңағы мен айтқан бір өлеңнің тарихы деген сияқты бір әннің тарихымен, музыкасымен, стилімен, әуенімен, домбыра қағысымен салыстырыңдар. Ал екінші жағы, ол Абай ауылында тіпті Әмірді, ана Майбасардың Мұхаметжанын білесіңдер. Ағашаяқ, оларда серпінді, ойнақы күй болған. Абайды да үнемі қайғырып қасіретпен шеге бертіге болмайды. 40-қа дейін мына өмірдегі барлық ойын сауық, қызық, дәурен, күлкі бәрін басынан кешкен. Сондықтан да ол күйді қай уақытта шығарды, қалай шығарды, оның ана сап-сап көңіліме дейінгі өмірін байқау керек. Ал ана жеңіл орындалған Торжорға сияқты күйлерді Абайға қимайтыны, Абай одан биік тұрған сияқты. Мен әкем маған айтатын, әкем жастайым енді Абайды оқып 5-6 кластарда жаттап Абай деп жатам ғой сонда. Ей балам дейтін, Абай неге айтасың? Абай деген әкем аты Құнанбай, өзім атым Ыбырай, 15 жаста бір қызға ғашық қылған Құдай-ай, әрәрай деп ән айтқан Абай ғой дейді. Ондағы ашыланып отырғанда Тоғжанның ұзатылған Аққозының ауылы біз отырған қыстақтан 9 шақырым жерде болды. Соның өмір тарихын біледі ғой. Осындай да жеңіл ойлар бар. Неге ол қайғырып, өштесіп, ыза боп, құсаланып өмірге келген жоқ Абай? Өзімде қара сөзге дес бермедім, қазақты өрге шауып, өзімде өрге шауып төскөрледім, қазақта қара сөзге дес бермедім дейді ғой. Өрге шауып төскөрлеп, жастықтың да, жігіттіктің де, қайрат қуаттың да күшін пайдаланған адам. Біз оның ішкі поэзиясында Құнанбай өлгеннен кейін ойға қалған Абай аламыз. Құнанбай өлді 1886 жылы қарашада. Жасымда ғылым бар деп ескермедім деді. 40 бергеннен кейін жазған бірінші өлеңі Картайды қай қойладық ұлғайды арман дейді. Құнанбай өлгеннен кейін Абай өзін жалғыз сезінген. Жалғыз қалған, сөйлесерге адам жоқ дейді ғой. Кім? Ал Құнанбайдың білімі, танымы Абайдың басым болған. Ол бөлек әңгіме. Аман сау, рыздықта болыңдар. Рахмет. Ал ол туралы ертеректегі әңгімелерде Тәңірбергеннің баласы екен, немересін арналған екен деген сөздер болатын. Ол жастай ауырып кеткен, кейін қаймағы оны Абайдың өз баласы деді. Қалай болғанда да Абайдың жоқтау жазғаны анық. Зиялылар туралы мақалаңызға қарсы пікір айтушылар бар. Сіз не дейсіз? Мен зиялыларға қарсы мақала есімде жоқ. Мүмкін нақты адамға қарсы шығар. Соның ішінде егерде белгілі бір жаттанды көзқараспен, белгілі бір тақылды, немесе күшті біреудің тақымын ырқында жүрген зиялылар болса, онда оларға әрине қарсымын. Мен бір сөзім бар болатын. Мен кейде көшеде бетінде бет қап киіп алған адамдармен жүрген сияқтымын. Күлгені қайсы, тұрғаны қайсы. Бәрі ішінде. Ал біреулерді қарайсың. Жаңағы адам бар кезде, билікте тұрған кезде,
онсыз өмірі кетсе, сонымен бірге өмір үзіліп кететіндей болады. Ол көзден тайса, оны өмірі көрмеген, қойшы соны, кетті ғой ол деп айтқандар бол талай естідім, ол да зиялы. Әлгі жан қиналса жайтаңдап, жанды алған жайдар-ау, жан жай тапса, сен неге бола қалдың самарқау дейтіндердің өздері. Ол зиялы ма? Зиялы емес. Зиялы, ақыл ойдың зиялысы зиялы. Осы еңбектер шығады ғой деп үміттенемін. Бірақ мәдениет министрлігіне ел шежіре баспасы менің 2-3 кітабымды абай туралы ұсынып, жаңа бір жазған шығармаларымды ұсынып отырады. Әлі жоспарда беккен жоқ, биылғы жоспарда жоқ. Сондықтан олардың мемлекет тарапынан шығады дегенге мен үмітім де жоқ. Тіпті ондай оны мәдениет министріне қойып аламын. Мен өз еңбегімді адал істесем болды. Ал ағайындар, маған уақыт бітіп қалды дейді. Аман болыңдар, сау болыңдар. Ең жақсысы, еліміз еңселі болсын. Ел аман, жұрт тыныш болса, біз өзіміздің сөзімізді, ойымыздағымызды алда талай айтамыз. Осыған мүмкіндік берген ұлттық академиялық кітапханаға, оның бастығы Үмітханға, оған алғау жасаған мәдениет министрлігі рахмет айтам. Алла разы болсын.